Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 3-те 4-ші жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал енді бірінші есептен бастап шығарамыз. Бірінші есепте массасы 1 кг дененің полюстегі және экватордағы салмағын табуымыз керек. Бұл жерде бізде P, яғни салмақ ол F A-ға тең болады екен. Енді P, то есть полюстегі ол бізде mg полюстегі болады. Но бізде mg-ға тең. Сонда 1 килограммды көбейтеміз. Полюстегі еркін судегі мынаған тең 9,832 ньютон бөлінген килограммға тең екен. Сонда бізде тең болады 9,832 ньютонға қалады екен. Енді экватордағы сәйкесінше mg экваторды қоямыз. Сонда 1 килограмм көбейтілген экватордағы еркін судегі 9,780 ньютон бөлінген килограммға тең. Сонда ол 9,780 ньютонға тең болады екен. Жауабы осындай. Екінші есеп шығарамыз. Салмағы 500 ньютон бала, салмағы 50 ньютон қандай да бір денені ұстап тұр. Ол жерді қандай күшпен қысады дейді. Міне F-ті табуымыз керек. Бұл жерде бізде F тең болады P1 қосу P2 екен. Сонда F тең болады 500 ньютон қосу 50 ньютон. Ол тең 550 ньютон. Жауабы осы. Так, енді үшінші есеп шығарамыз. Массасы 40 кг баланың айдағы салмағын анықтанды дейді. Бұл бізде тең болады mg-ға, яғни ауырлық күшіне. Сонда 40 кг-ды көбейтеміз 1,6 айдағы еркін судегі төн бөлінген килограмм 64 ньютонға. Жауабы осындай. Төртінші есеп шығарамыз. Массасы 1 кг денеге айда 1,6 ньютон ауырлық күш әрекет етеді. Массасы 50 кг адамның ай бетіндегі салмағын табыңдар дейді. Так, енді бұл жерде біз бірінші айдағы еркін судегін табуымыз керек. Ол F бөлінген Mге тең болады екен. Яғни F 1,6 ньютонды 1 килограммға бөлеміз деген сөз. Сонда ол 1,6 ньютон бөлінген килограмм болады. Бұл бізде айдағы еркін судегі. Енді P-ны біз ауырлық күшіне тең деп аламыз. F ауырлық күші ол mg-ға тең болады. Сонда P тең болады. Мынау екінші массаны қоямыз. Сонда m2 көбейту g. m2 бізде 50 килограмм көбейтеміз g 1,6 ньютон бөлінген килограмм тең болады 80 ньютон. Жауабы осы.